Бұл дәрістің атауы товар материалдық қорлар деп аталады. Бұл дәрісте товарлық материалдық қорлар түрлері мен олардың бағалануына тоқталып, материалдық қорлардың есебін жүргізуге арналған есеп шоттар мен құжаттар мен сондай-ақ материалдардың түгендеу ретімен танысатын болады. Кәсіпорындар мен ұйымдарды қызметі барысында өздерінің өндірген дайын бұйымдары сату үшін сатып алған тауарлар, сатып алған бірақ әзірге ұйымға келіп түспеген тауарларды, аяқталмаған өндіріс, басқаларға көрсеткен қызметтері, сондай-ақ жұмыстарды орындау және қызметтерді көрсету барысында пайдалануға арналған қосалқы бөлшектері, отындары, ыдыс және ыдыстық материалдары, жартылай фабрикаттар және басқа да материалдары сол ұйымның тауарлы материалдық қоры түріндегі ағымдағы активтер болып табылады. Көріп отқандарыңыздай, материалдық қорлар есебі бухгалтерлік баланста 10 шон шикізат пен материалдар шотында жүргізіледі. Сондай-ақ субшоттар арналған 10 шон бір сатып алынған жартылай фабрикаттар, 10 шон 2 отын, 10 шон ыдыс және ыдыс материалдары, 10 шон 4 қосалқы бөлшектер, 10 шон 5 өзге материалдар, 10 шон 6 ұқсатуға берілген материалдар, 10 шон 7 құрылыс материалдар деп аталады. Өздерінің өзгешеліктерімен өнім дайындауда атқаратын міндеттеріне қарай материалдар төмендегідей түрлерге бөлінеді: шикізаттар, көмекші материалдар, негізгі материалдар және жартылай фабрикаттар болып. Енді әрбіреуіне тоқталатын болсақ, шикізаттар деп бұрын азды көпті еңбек сіңірілген заттарды айтады. Бұлардың құрамына кен өндіруші өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығы мекемелерінің өндірген өнімдері, мысалға мұнай, кен, мақта, жүн, тері, ағаш және тағы басқа материалдар жатады. Негізгі материалдардың қатарына өнімнің өзіндік құнын құрайтын өңдеуші өнеркәсіп өнімдері, ұн, мата, кірпіш және тағы басқаларын жатқызамыз. Көмекші материалдарға әртүрлі химикаттар мен майлайтын, сүртетін, жөндеуге керекті басқа да материалдар жатады. Көмекші материалдардың негізгі материалдардан өзгешелігі, олар өнімнің материалдық негізін құрамайды. Материалдардың бұл түріне бояуларды және әктерді жатқызуға болады. Материалдық қорлардың ішінде бөлек топ болып отындар, ыдыс және ыдыстық материалдар, қосалқы бөлшектер, құрылыс материалдары, тағы да басқа материалдар есептенеді. Отындар тобына техникалық мақсатта энергия өндіруге, үй-жайларды жылытуға пайдаланылған материалдардың барлық түрін кіргіземіз. Енді материалдық қорларды бухгалтерлік есепте бағалауға арналған қандай әдістер бар деп айтатын болсақ, 4 әдіс бар. Бұл төртеуі былай деп аталады: арнайы сәйкестендірілген есептеу әдісі, орташа өзіндік құнды есептеу әдісі, LIFO әдісі және FIFO әдісі. Әрбіреуіне тоқталатын болсақ, арнайы сәйкестендірілген есептеу әдісі әдетте бір-бірімен алмастыруға болмайтын, немесе кәсіпорында ерекше тәртіппен пайдаланатын нақтылы бір материалдық қорлардың бағасын есептеуге арналады. Ал FIFO есептен шығарылған материалдық қорларды олардың алғашқы кезекте кіріске алынғандарының өзіндік құны бойынша бағалау әдісі болып есептеледі. Орташа өзіндік құн есептеу әдісі бойынша кәсіпорынға кіріске алынған әрбір материалдық қорлардың бағасы оның кіріске алынғандағы шоты бойынша бағасын анықтау мүмкін болмаған жағдайда жүргізіледі. Ал ең соңғы әдісіміз FIFO әдісі кәсіпорынға ең соңғы кезекте кіріске алынған материалдар тобы бірінші болып шығыс етіледі, немесе жұмсалады деген қағидаға негізделген. Яғни алғашқы жұмсалған немесе шығыс есептелетін материалдар кәсіпорынға ең соңғы кіріске алынған материалдардың тиісті өзіндік құны бойынша бағаланып отырылады. Мына кестеде FIFO және LIFO әдісімен есептелінген айдың соңындағы материалдардың қалдығы көрсетілген. Тауарлы материалдарды қорларды босатқанда төмендегідей құжаттар қолданылады.
Ең бірінші кәсіпорын қоймасына материалдар өнімді әзірлеуге, басқа да шаруашылық қажеті үшін цехтарға, сондай-ақ сыртқа өңдеуге, артығын сатуға босатқан кезде материалдарды рәсімдеуіміз керек. Тауарлы материалды қорларды бір цехтан екінші цехқа берсе, онда оны өндірістің ішінде қозғалыс деп санайды. Ал егер ол орталық қоймадан цех қоймасына берілсе, онда ол өндіріс шығыны ретінде танылады. Енді тоқталатын болсақ, бірінші әлеуметтік жинақтама картасы, материалдарды айырбастауға арналған талап актісі, материалдарды босатуға арналған талап накладное сияқты құжаттар қолданылады. Жабдықтаушылар тауарларды босатқан кезде әрбір жіберілген бөлігіне 3 дана тауарлы накладной жазады. Онда сенімхаттың нөмірі мен күні көрсетіледі. Бірінші данасы тауарларды алушыда қалады, ал екіншісі жіберушінің, тауар жөнелтушінің, яғни өзінде қалады. Үшіншісін есеп бөліміне береміз. Тауарларды босатып біткен соң, ең соңғы партиясы құжаттармен бірге сенім хатында есеп бөліміне тапсырылуы керек. Енді түгендеу бұл материалдардың әрқайсысын біртіндеп санап шығып, одан кейін материалдардың нақтылы қалдығын бухгалтерлік балансты қалдығымен салыстыру болып табылады. Жылдық есеп беру алдында маусыммен жұмыс істейтін қайта өңдеуші ұйымдар, сондай-ақ дайындаушы басқа да ұйымдар материалдар мен шикізаттарға олардың қалдығының азайған кезінде түгендеу жүргізіледі. Сонымен бірге түгендеу материалдарға жауапты адамның ауысуына байланысты, ұрлық жасалғанда, материалды қорлар бұзылғанда, әртүрлі табиғат апаттар жағдайында өткізілуі мүмкін. Түгендеу үшін алдымен кәсіпорын басшысы түгендеу комиссиясы құрады. Комиссияны кәсіпорынның басшысы немесе оның орынбасары басқарады. Кәсіпорын басшысының түгендеу жүргізу, оның басталу аяқталу мерзіміне жауапты адам тағайындап отырады. Түгендеу комиссиясы материалдарды түгендеген кезде оларды өлшеу, санау арқылы сақталып тұрған жерлерінде материалдарға жауап беретін адамдармен бірге жүргізеді. Жүргізіліп болғаннан кейін түгендеу тізімін НВ 3 деген форма құжат толтырады және оны есеп бөліміне немесе бухгалтерияға тапсырады. Мына көріп отқандарындай түгендеу тізімінің үлгісі көрсетілген. Түгендеу тізіміне түгендеу комиссиясының барлық мүшелері қол қоюы тиіс. Тізімдемеде артық немесе кем шыққан материалды құндылықтар бухгалтерлік есепте көрсетілген бағасымен есептеледі. Түгендеу комиссиясы барлық артық немесе кем шыққан материалдар жөнінде оларға жауапты адамдардан жазбаша түсінік алуы тиіс. Осы түсініктеме арқылы түгендеу комиссиясы кем шыққан, жоғалған, бұзылған материалдардың қандай да бір себептен болғанын анықтайды және келешекте қайталанбас үшін шара қолданады. Яғни түсініктемеде жауапты адам неге кем шығып жатыр материалдар, соның себебін міндетті түрде көрсету керек. Кәсіпорындардағы материалды қорлар түгендеу нәтижесі бухгалтерлік есепте түгендеудің біткен айында көрсетілуі тиіс. Кем шыққан және бүлінген материалдардың құны кінәлі адамнан өлшек сауда бойынша өндіріліп отырылады. Яғни кінәлі адам кем шыққан материалдардың сомасын міндетті түрде қайтарулары тиіс. Тауарлы материалды қорларды қайта бағалау инфляция коэффициенті бойынша жүргізіледі. Оларды мемлекеттік статистика органдары дайындап отырады. Инфляция коэффициенттері бойынша айқындалған қосымша бағалау сомасы меншік капиталын толықтыруға жұмсалады.
Тауарлы материалдық қорларды қайта бағалау кезінде дебет 13-10, кредит 53-20 проводкасы беріледі. Бірқатар жағдайда шаруашылықты жүргізуші субъектілерде тауарлы материалдық қорлардың бағасын арзандату қажеттілігі туы мүмкін. Тауарлы материалдық қорларды арзандатуда дебет 53-20, кредит 13-10 проводкасы беріледі. Дәрістің бас жағында айтылып кеткендей, материалдық қорларды есепке алу үшін бізде синтетикалық шот 13-10 жүргізіледі. 13-10 шотының дебетінде келіп түскен материалдардың құны көрсетілсе, кредитінде материалдардың есептен шығуы көрсетіледі. Материалдар көбінесе жабдықтаушылардан сатып аламыз. Жабдықтаушылардан сатып алған кезде дебет 13-10, кредит 30-10 проводкасы қойылады. Ал сол сатып алынған материалдық құралдардың есептелген қосылған құн салығын дебет 14-20, кредит 30-10 деп бухгалтерлік жазбада көрсетеміз. Ал егер материалдар есеп беретін тұлғалар арқылы сатып алынса, дебет 13-10, кредит 12-50 жазбасымен көрсетіледі. Егер де акционерлерден жарғылық капиталға үлес ретінде материалдар қабылданса, дебет 13, кредит 50-20 жазбасында көрсетеміз. Құрылысқа материалдар жіберілетін болса, дебет 29-30, кредит 13-10 дейміз. Негізгі өндірістің қажеттілігіне материалдар жіберетін болсақ, дебет 80-10, кредит 13-10 жазбасында көрсетіледі. Ал көмекші өндіріске, яғни әртүрлі цехтарға материалдарды босататын болсақ, дебет 83-10, кредит 13-10 деген жазба жазылады. Ал әртүрлі әкімшілік мақсаттарға материалдар жұмсайтын болсақ, дебет 72-10, кредит 13-10 деп жазба береміз.